Қазақстанда 400 мыңға жуық ұлдаман бар. 400 мың ұлдаман, 400 мың біздің болашақ жастарымыз. Әртүрлі дүниелерді алам деп, бәленбай кредит алып алады да, мысалы үшін несиелерді алып алады да, соны жаба алмай жүрген жастар өте көп, мысалы үшін қазір. Жақсы киінгісі келеді. Біріншіден, жаңа жақсы смартфон ұстағысы келеді, iPhone деп жатырмыз ғой жаңадан. Ауылдағы ағайындар айтады, жазы каникулда да дейді, студенттер ауылға келмейді дейді. Бәрі жасап жатыр. Келмейді, ауылда шөп шабатын жастар жоқ дейді, үйдің жұмысын істейтін жастар жоқ. Баратын жастар жоқ болып тұр, ауылға барғысы келмейді, сол проблема. 3 ай ауылда жатқанша, одан да мен 3 ай ақша тапқаным дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, байысам, бірінші ақша тапсам, iPhone алсам дейді, дүкен ашсам, бизнес жасасам, білім жетілдірсем дейді. Солай ғой. Біз сонда ақша табумен халыққа, қоғамға бір пайда келтіруді шатастырып алған жоқпыз ба? Шатастырылды. Мүмкін бізді басқаша тәрбиеледі, қазіргі жастардың көзқарастары бөлек. Бірақ та қазіргі жастар олар ештеңеден қорықпайды.